Бүгін Алматы облысы Талғар ауданында Қазақстан Халқы Ассамблеясына 30 жыл бейбітшілік, тұрақтылық, даму тақырыбында этно-мәдени бірлестіктердің және қоғамдық құрылым өкілдерінің кездесуі өтті. Келесі материалға назар аударсақ. Этно-мәдени бірлестіктер мен қоғамдық құрылым өкілдерінің кездесуі Қазақстандағы ұлтаралық келісім мен қоғамдық тұрақтылықты нығайтудың маңызды алаңы болып табылады. Мұндай кездесулер елдегі түрлі этностардың өзара түсіністігін арттыруға, мәдени әралуандықты сақтауға және азаматтық қоғамды дамытуға бағытталған. Биыл бірлестіктер 30 жылдығына байланыстырып үлкен жиналыс өткізіп жатырмыз. Біздің аудандағы этнокультураларымыз, бірлестіктеріміз өз ой пікірлерін салып, бүгін бір жақсы бір отырыс болды. Ауданда бірлестіктер, біздегі 6 этнокультура бірлестіктер бар. Олар біздің ауданымыздағы ең бастысы бірлік, ынтымақ нығайтуға өте үлкен үлестерін қосып жатқан ол сөзсіз белгілі. Оны өздеріңіз аудандағы үлкен іс-шараларда, мемлекеттік мерекелерде көріп отырсыздар. Бәріміз бір семьядай, бір отбасыдай бірге, әрқашан біргеміз. Кездесу барысында бірлестіктер өзекті мәселелерді көтеріп, алдағы жоспарларымен бөлісті. Сондай-ақ Алматы облысы мәслихатының төрағасы Қуат Байғоджаев облыстағы туризм, ауыл шаруашылығы, аграрлық сала жөнінде бірқатар мәселелерді қозғап, жұмыстар атқарылып жатқанын мәлімдеді. Бұл кездесудегі негізгі мақсатымыз мәслихат депутаттары мен осы ассамблея мүшелерінің бірлесіп кеңейтілген отырыста Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ел бірлігі мен тұрақтылығына атқарылатын шаралардың толыққанды іске асу барысымен тоқталдық. Бүгінгі күнде мұнда корей, ұйғыр, грек, орыс, түрік этно бірлестіктің мүшелері келіп, өздерінің бірлестігіндегі атқарылып атқан мұндағы жастармен, қоғамдық ұйымдармен, өкілетті органдармен және атқарушы органдармен атқарылып атқан жұмыстар барысы жөнінде әңгіме айтылды. Ең бір керекті оқығанымыз бұл жерде біздегі халықтар достығы неғұрлым мығым болатын болса, елдің бірлігі мен тұрақтылығы соғұрлым күшті болады. Елдің игілігіне бірлесіп атқарылатын жұмыстардың пәрменділігі арта береді деп есептейміз. Сондай-ақ кездесу барысында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мерекесінің қарсаңында мәслихат төрағасы арнамыздың редактор операторларын құрмет грамотасы және алғыс хаттарымен марапаттады. Ғылымы мен білімін, мәдениеті мен руханиятын дамытуда және ұлттың дара тұлғаларын дәріптеуде үлкен үлес қосқаны үшін Бекжан Назерке Жанболатқызын марапаттауды құтты болсын. Осы игілікті ісіңізді ары қарай жақсылап дамытыңыздар. Назерке Бекежан, Серік Бақпаев, Алатау ақпараты.